Бәрекелді керемет біздің үшінші жұпта шығатын ақындарымызда осал емес. Алтын домбыраның соңғы иегері Еркебұлан Қайназар, Астана. Және де Әселхан анамыздың да дәл бүгін туған күні. Сол Әселхан анамыздың ізі, сөзі де көзі, шәкірті алаш айтысына үлкен үлесін қосқан біздің ұстазымыз Анар Жаппарқұлова. Апыраймандай бағым батпанғандай
ішінде жалғыз өзім менде ғана қыз бар деп мақтанғандай. Біртүрлі тәбетімді ашып отыр, тандырға дөңгелетіп жапқаннандай. Япырай, бақыт деген осы шығар, жеңгеміз маған ғана сақталғандай. Бақыттан бас айналып бара жатыр, бірдеңенің кәйфінен қатталғандай. Анардың иесіне елтіп тұрмын, абайдың насыбайын артқан жандай. Астыма мінген атым Генадушка, қалайсың атпақ жеңгем Анарушка. Не керек бұл өмірді шит етуге, азырақ ойнап күлмей Маладушка. Сізбенен айтысуды армандап жүр, нұрланған Ниязовта, Бегарыста. Ерке бұлан келмесе айтыспайым деп, күтіпті жаным мені реваншқа. Келестің өз келіні мына кісі, тұрады Шымкентте тек алыста. Беташардың ертесі кетіп қалған, тірлігін қалай мадамушка. Келеске кеп шай құйып көрген емес, тым болмаса келмейді демалыста. Жұмсар кезде жұмысты сылтауратып, айтыста шауып келеді Арамушка. Ағайын ақкелімді алып келдік, сермейін құлашыпты мен алысқа. Аман есен жүр екен Шымкентте, ұшпапты не Марсқа, не ғарышқа. Кітапхана ішінде отыр екен, қолында сыпырғыш жоқ қалам ручка. Жоғалтқан келініңді тауып келдік, жігіттер шаман келсе маған ұқса, айт күні әлейлеп алып келдім, жұмсаймын десеңіздер пожалуйста.
айтыстың жарқырап өткен жарқын. Жеңгем нәзік болса да өткір ақын, түрі бар мұрнымызды бет қылатын. Қайнысына келді де бас салды ғой, түрі бар осы жерде жептің атын. Ауылға аптасына келем дейді, сен сөйтіп әр сөзіңмен шок қыласың. Келеске келін болып түскенменен пропискасы Шымкент боп тұратын. Дәл сіздей пысық келін көргенім жоқ, ауылға анда-санда бет бұратын. Поштаменен жіберген газет құсап аптасына бір рет кеп тұратын. Үлкендерді көргенде сәлем салмай, домбырамен армысың деп тұратын. Құрысын жасым менің кішекем ғой, бұл келес шекараның тұз екен ғой. Насыбайға үйрендік деп қояды, біздерге білдірмейтін іш екен ғой. Аптасына кеп тұрам деп айтады, жеңгеміздің ұсталған тұс екен ғой. Ата-әжеге сәлем беру ойында жоқ, иіске үйреншікті іс екен ғой. Анарды аптасына келтіретін жарықтық Насыбайдың күш екен ғой. Анардай ақ жеңгемдің еті өткен, шөп еткізіп сүйсем бе екі беттен. Кеп тұрса қайтеді деп кімді айтасыз? Ашып-ашып айтсаңшы рет-ретпен, келінді әкелмейсің деп тұрмысыз? Жақтырмасаң жақтырма, айналайын, жас баланы итерме көкіректен. Сіз құсап аптасына бір келмейді ол, кеп тұрады ауылға екі реттен. Бұл жолы келемін деп келмей қалды, себебін айтайын ба секретпен. Көрген баққан адамын сол болған соң, көзін аша алмай жүр ғой декреттен. Айтасың бұл сөзіңді сен де күліп, оған жауап беремін мен де біліп. Жасымбекті еске алат дегеннен соң, алдыма ақ домбырам өңгеріліп. Қатынға қарай бұның шама болмай, ұштым ғой самолетке демдемініп. Жерлес інім деп мені жақсы көрушет, мен дегенде құшағы кең керіліп. Ағамды ел-жұрт еске алып жатқан кезде, отыра алмайды екем төрде күліп. Ескі ауылда екі ауыз сөз айтпасам, жерлес болмай кетейін жерге кіріп айдайын. Қыз емес қыздың аты аппақ алма, ақ жеңгем қыздардан да кәтті қалма. Ей, айтысқа ажар кіріп қалып еді, оңтүстіктің қыздары қаптағанды. Уақыт бірақ жасайды көздегенін, сол жағы тиеді сәл қатты адамға. Карима да қартайып бара жатыр, апа болып қалыпты Ақмаралда.
menin Anar jengem äli kızday. Ülbüre beki beti maqtaganda. Ağam seni kalayşa saxtadı eken. Kelin bolbosa ağasın attaganda. Kun tigizbey jane de jel tigizbey teplitsanın işinde baqtagan ba. Joğaylı kızgındagi kelbetingdi. Balkonda 5-6 yıl qaqtagan ba. Joğaylı kuzluk qavun sekildenip sabanın arasında saqtagan ba. Al jenge qupiyasın ayda oturuşu. Bayqayım biz bilmeytin gap bar onda. Jandayu prosesi küçüygenbi, qartayu prosesi toxtagan ba. Yeri ki sakın ağa
жүгірмей-ақ таңменен жүгіресің тұрасың да құлпырып қайын жұрттың батасымен гүлдейсің сахнаға шығасың да ешқандай французша кремім жоқ мендегі сұлулықтың сыры осында. Жетелеп барат бұл жігіт көп сөз айтып шымбайға айым жұртым тұрғанда берілмеймін мұндайға. Ал енді тағы не дейсің? Қалың ел сені тыңдай ма? Қабағыма қарайтын халқым көп жақсы ет мұндайда. Айтқаныма көнетін Жарқынбек жақсы ет мұндайда. Тиісе берсе қайнылар ерімейтін мұздаймыз. Алайда елдің дәстүрін ешқашанда бұзбаймыз. Қайын жұрттың алдында тосылып қалай қызбаймыз. Ол рас жап-жас көрінсек боламыз әркез мұздай біз. Әселхан апам айтқандай фигурамызды бұзбаймыз. 40-тан асып кетсек те 18-дегі қыздаймыз. Құдайға шүкір келін сәлем берді. Оны да оны айтқызып әрең берді. Үш рет жасау деген сүндет дейді. Осымен келін екені дәлелденді. Бермесең кетер едің өксіп-өксіп. Қайнында қоймаушы еді кескілесіп. Сәлемді де зорға қиналып зорға салдың, қайнынан ескертуді естіп-естіп. Кішкене ыңғайсыздау болады енді. Қоймасын бұл ісіңді ешкім естіп. Бісмілләсі сәлеммен басталды ғой, шайда құйып кетесің өстіп-өстіп айдын. Болсаңда бұл келеске келін бала, жеңгемсің жолың бөлек жөнің дара. Әлі күнге қыздаймын деп қояды. Сенбесеңдер, жеңгемнің өңін қара. Мен де өтірік мақтап отырған жоқ. Жеңгемнің қыздай болған регін қара. Қалай ғана сақталғасын деп olsam, қалай ғана фитнесті тауыпсың ғой тегін ғана. Баяғыда көргенде осындай ет. 90-ның жартысына келгенменен 18 жас секілді сенің ғана. Асын төс алман бойын ардағымай, қыздай қыпша боп тұрған белін қара. Өзін-өзі сақтапты осы уақытта. Жеңгем сондай болады менің ғана. Кілтін бұрап жіберген қуыршақтай, жүрісі де әлі күн жеңіл ғана. Мен осыны көргенде қайран қалдым, басыма бір ой келді менің жаңа. Әлемде қартаймайтын екі адам бар, біреуін баптап жатыр шегір бала. Біреуі келестегі келін бала, біреуі Кремльдегі Ленин бала.
Sizge degen melenin gana, sizge degen köngülüm tegiz gana. Jengeme bir kol soğup koymayımız ba, bir günge taba salgan egiz bala. Kazakstan'ın dövetken benim jengem analarının işinde yegiz gana. Kelinine jugustu bolsa deymin, bizdiki sol tilek belli biz gana. Ey Akşenge körüp turmun talgamındı. Silayımın del özünde yardağımdı. Sizlerge bir kızıklı aytayım ba. Sen koymaysınlar tan kalındı. Jengemiz yegiz bala tapkan жылы sahnada aytısıp şarva kıldı. Kuangandan sıy verip körüngenge jarkap jiberip en janjagındı. Kördük koy talay şapan japkanındı, kördük koy talay yüzük salganındı. Anar men aytsasın degen кезде жүрегім қуаныштан қақ жарылды. Аханып мақсатпенен айтысқанда бұл кісі ел таңғылар шаруа қылды. Мақсат сонда егіз бала жұғысты болсыншы деп жеңгеме біраз талай шаруа қылды. Бізде егіз табайық демес сонда ырым қып сұра берді дағбалыңды. Мен де сондай бір қолға салғым кеп тұр. Жеңеше түсінерсің ар жағымды. Bir-biрлеп бала тауып шаршап жүрген кейде аяп кетемін жан-жарымды. Менің де келіншегім егіз тапсын, маған бір дамбалыңнан қалғаныңды айыр. Жотасы қояй, қарап тұрсам асықтың сақасы қояй. Жап-жас қылып анарды жайнататын ай, қайын жұрттың осынау батасы қояй. Қадам басып сен бізге құпты болсаң ай, қуанамын көбейіп жұпты болсаң ай. Жеңгем сәлем салды деп ыржаңдамай ай, келіндерге алып кел мықты болсаң ай. Отырып ап орындық ар жағында ай, барлық ойы еркештің бер жағында ай. Ұлыңда бар мың шүкір
mağam vermey, jengеше kanımızdı karaytpağın. Mesele ağamın şalvarında dep koyadı. Jenge, osu sözdü jön aytpadın. Dambaldı padar kızıp jatkan кезде maksatқа osu sözdü nege aytpadın gayı? Jengemdi dep otursam jakın kızım. Karagör bul kızının akıldısın. Kalsında bir әңгіме айтып едім. Ақыры шалбарға кеп шақыр десем. Қайнының бір тілегін орындамай, арманға жетемін деп отырмысың. Дамбалдыбен баш ете қалдыңыз ғой. Ақанбақ қойып бет ақырғысың. Бұл менің Жарқынбектей ағамыз атпалым ғой. Анар жеңгем өзімнің мақтаным ғой. Берсең бер, бермесең қойдан балыңды. Өлеңді қалжың үшін шақтадым ғой. Ағайын айып ете көрмеңіздер. Жеңгеме қалжың қылып тапқаным ғой. Жарқынбекте осылай айтысушы еді. Стилін мәңгесіме сақтадым ғой. Өзің ғана емес ау Жарқынбектің айтысында еске алып жатқаным ғой. Ағаның қадірін айтайын, дананың қадірін айтайын, майлы қожа бабамша санаға салып байқайын. Көргенінде қуанған, ізімді басар ұлан деп, ерке ұлан деп жұбанған, алыста жүрген бауырым деп бауырына басып көргенде, қауқылдап шыққан құмардан. Ойға да барса ол жалған, қырға да барса топ жарған, оңтүстігім отанды, ордамның атын шығарған. Сарағаш дейтін мекенді Баралашқа танытып, ел жұртын сөзбен суарған, Келес дейтін мекенді келесі жұртқа аңызғы тұлпар мініп туалған. Жарқынбектей жанбозды есің алып жұртын жүрсейші, ақынның қадірін қазағын тілде кезде білсейші. Еңбегімен етөлген мехнат көрген төтеннен, жаһандай жанбоз қайда бар, есіне алып тұрғанда аяйын несін көкеннен. Майлы қожан мәдені, құлыншақтан қалған кәдені, жаһандай ақын қайда бар, жырымды мынау көтерген. Шекараның шетінде қаптаған ұлттың өтінде, қазақша ғана жырайды тілімді мынау көтерген. Аузынан алла тастамай, бісмілләсіз сөз бастамай, дінімді мынау көтерген. Бұл менен қызын жалғандай, жеткізем деп арманға, қызмет қылып алғандай, білімді мынау көтерген. Қайда барса ордан деп, оңтүстігім қорған деп, желбіретіп айтыстай, ақ байрағымды көтерген, туымды мынау көтерген. Мына 5 күн жалғандай, ақының өлмес болсай шай, осыншама алғандай, қара жер қойның толы сай-шай.
табағыңнан. Айтыс үшін қалжыңдап айтқаным ғой. Қабағың артық маған табағыңнан. Ал жеңге осы менен қошаман бол. Сөзіңді де шығарсың ада қылған. Мен ақсақал болғанда сенген бір боп танысам деймін мынау жанарыңнан. Шуақ көргім келеді қабағыңнан, жұмақ көргім келеді табаныңнан. Мен сізге қатты айтпаймын тілдеп тұрып. Айттым ғой қалжың сөзді білдеп тұрып. Дамбалды сұрап едім бермей қойдың. Бір үш беремді міндет қылып. Бермегенді беріп алып дейді қазақ. Ендеше кетпеймін мен сүндет қылып. Дамбалыңды қайныңа бермесең де мен жолымды берейін құрмет қылып айын. Қалатын сияқты. Бүгінгі мына айтысым жүрегін елдің тербейді. Жарқынбек өлді дегенге алталаш түгел сенбейді. Ел жұрты аман тұрғанда ел барда Жарқынбек мәңгі өлмейді. Анардай аппақ келіннен айтатын тілек бол болсын. Туыстықпен сыйласып алысатын қол болсын. Егізден тусын келінім, бізден де тілек сол болсын. Жол берген сендей жігітте, жорытқанда жол болсын. Ергенға Қайназар, Анар Жаппарқұлова. Рахмет өздеріңіз.